2024 жыл Қазақстанның білім беру жүйесінің дамуында маңызды кезең болды. Оқу-ағарту министрлігі уәкілетті орган ретінде мектепке дейінгі оқытудан бастап техникалық және кәсіптік білім беруге дейінгі стратегиялық мақсаттарды жүзеге асырып келеді. Бүгінгі таңда елімізде 11,5 мың мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында шамамен 1 миллион бала тәрбиеленуде. 2024 жылдың қорытындысы бойынша ел өңірлерінде 627 мектепке дейінгі ұйым ашылып, кезекте тұрған балалардың саны 93%-дан аса мектепке дейінгі оқыту және тәрбиемен қамтылды. Мектепке дейінгі ұйымдарда ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында 2024 жылы пилоттық режимде ваучерлік жүйесі енгізілді. Балабақшаға бармайтын балалардың ата-аналарын қолдау мақсатында 5-ке дейін үлкер мобильді қосымшасы әзірленіп іске қосылды. Мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің арасында синхрондау жұмыстары жүргізілуде. Оның шеңберінде баланың жеке даму картасы цифрландырылды. Бүгінгі орта білім беру жүйесінде 8 мыңға жуық мектеп бар. Онда 4 миллионға жуық бала білім алып, 408 мың педагог қызмет етеді. 2024 жылы қол жеткізген ірі жетістіктердің бірі халықаралық олимпиадаларға қатысқан қазақстандық оқушылардың әрбір екіншісі жүлделі орынға ие болды. Химия пәні бойынша ең беделді халықаралық олимпиадада және робототехникан First Global Challenge әлем чемпионатында қазақстандық оқушылар 190 елдің арасынан оза шауып, 2 олимпиадада да 3 мәрте әлем чемпионы атанды. Қазақстан құрамасының қоржынына жалпы 563 медальмен толықты. Оның ішінде 77 алтын. Ең беделді 7 олимпиадада жүлделі орынға ие болған 26 қазақстандық оқушыға ақшалай сыйақылар тағайындалды. Тағы бір жарқын оқиға ретінде шілде айында Қазақстанда IBO 2024 ең беделді биология пәні бойынша халықаралық олимпиаданың өткізілуін атауға болады. 2 жыл қатарынан ауыл мектептерінің оқушыларына арналған республикалық пәндік олимпиада өткізіліп келеді. Нәтижесінде ауылдық оқушылардың жүлделі орындарға ие болу көрсеткіші 10 есеге жуық артты. Еліміздің тарихында алғаш рет 2 бірдей педагог Қазақстанның еңбек ері атағына ие болды. 23 педагог Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы атағын алды. Тағы 64 педагог үздік педагог атанды. Барлық 89 педагогке 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде мемлекеттік сыйақы тағайындалды. Педагог мамандығына түсуге ниет білдіруші жастар саны айтарлықтай артты. Биылғы жылы еліміздің мектептеріне 8 мыңнан астам жас мұғалім жұмысқа қабылданды. Білім берудегі өзгерістердің 1000 көшбасшысы жобасы аясында 376 педагогі іріктеу мен дайындықтан өтті. 80 мыңнан астам педагог тегін біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Әлеуметтік жағынан осал отбасы балаларына қорытынды емтихандарға дайындалуда қолдау көрсету мақсатында 2024 жылдың қыркүйегінде цифрлық мұғалім жаңа жобасы іске қосылды. Сонымен қатар қала мен ауыл мектептері арасындағы білім сапасының алшақтығын азайту және ауыл мектептерінің әлеуетін көтеру мақсатында ауыл мектебі сапа алаңы республикалық жобасы жүзеге асырылуда. Жоба нәтижелерінен ауыл мектептеріндегі білім сапасының орта есеппен 7-9%-ға артқанын көруге болады. Бүгінде елімізде 772 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымы бар. Онда 565 мың студент білім алуда. 2024 жылдың қорытындысы бойынша еліміздегі колледждерде мемлекеттік білім беру тапсырыстарының көлемі 143 мың орынға өсті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 10 мыңға артқанын көрсетеді. Ал студенттерді сұранысқа ие мамандықтар бойынша тегін техникалық және кәсіптік біліммен қамту 90%-ді құрады. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша мемлекеттік тапсырыстардың 65%-ы техникалық мамандықтарға, оның ішінде машина жасау, көлік, энергетика, IT, құрылыс салаларына бағытталған. Бүгінгі таңда Қазақстандағы колледж түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 79%-ды құрайды. Колледж студенттерінің қолдау мақсатында шәкіртақы төлемдері 2 есе ұлғайтылды. Мұқтаж студенттердің 87%-дан астамы жатақханаларда орынмен қамтамасыз етілді.
Ұлттық құрама ел тарихында тұңғыш рет Францияның Лион қаласында өткен халықаралық World Skills чемпионатында нәтиже көрсетіп, 6 үздік медальон мен ұлт үздігі номинациясын жеңіп алды. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамытудың жаңа тәсілдері әзірленді. Колледждерде кадрларды даярлау өңірлердің экономикасын ескере отырып, 4 макро өңірдің ерекшеліктері негізінде жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда 195 колледжді бейіндеу және ірілендіру жұмыстары басталды. Колледждерде 160 стартап жоба іске қосылып, 104 колледждің материалдық техникалық базасы жаңғартылды. 8 мыңға жуық білім беру бағдарламасы әзірленді. Заманауи колледждер базасында 3 IT орталық құрылды. Білім беруде инклюзивті және кедергісіз орта құру барлық оқушылар үшін тең мүмкіндіктер қамтамасыз етудің негізгі фактор болып табылады. Бүгінде еліміздегі мектептердің 90%-ында инклюзивті білім алуға жағдай жасалған. Ал балаларды арнайы психологиялық, педагогикалық қолдаумен қамту 80%-ға жетті. Биыл алғаш рет психологиялық, педагогикалық қолдаудың 3 деңгейлі моделі енгізілді. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеуге арналған қолдау көрсету бөлмелері және жеке бағдарламалар үшін жаңа талаптар әзірленді. Мектептерде педагог ассистент лауазымы енгізілді. Бұл осы саладағы мамандардың санын бір жылда 1 мыңнан 2,5 мыңға дейін арттыруға мүмкіндік берді. Арнайы ұйымдар желісі көбейіп келеді. Олардың саны 496-ға жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 21 бірлікке артты. Ерекше білім алуды қажет ететін балаларға арналған 96 қолдау бөлмесі ашылды. 600-ден астам арнайы оқыту бағдарламасы әзірленді. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және олардың құқықтарын қорғау еліміздің әлеуметтік саясаты мен құқықтық жүйесінің маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Биыл балалардың құқықтарын қорғау комитетінің бақылау функциялары кеңейтілді. Өңірлік бала құқықтары жөніндегі уәкілдің мәртебесі заңмен белгіленді. Балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың кез келген көріністері үшін жауапкершілікті күшейтетін нормалар енгізілді. 111 байланыс орталығының қызметі заңды түрде бекітілді. Қорғаншылық және қамқоршылық органдарының мамандардың штаттық саны 692 бірлікке дейін ұлғайтылды. Мемлекеттік әлеуметтік жағынан осал отбасылардан шыққан 510 мыңнан астам балаға қолдау көрсетті. Алғаш рет еліміздің 20 өңірінде психологиялық қолдау көрсету орталықтары ашылды. Бірнеше айдың ішінде бұл орталықтарда 240 мыңға жуық азаматқа көмек көрсетілді. Білім беру ұйымдарында жеке қауіпсіздік сабақтары жүргізіле бастады. Қазақстанның медиация мектептері жобасы жүзеге асырылуда. Мектеп балалардың бойында азаматтық патриоттық құндылықтарды қалыптастыруда басты рөлдердің бірін атқарады. Өткен жылдың 42 айында министрлік алғаш рет біртұтас тәрбие бағдарламасының пилоттық режимде енгізді. Биыл мемлекет басшысының әділетті Қазақстан, адал азамат, озық ойлы ұлт идеологиялық үштағанына сәйкес мазмұны толықтай жаңартылды. Бағдарлама аясында еліміздің барлық мектептерінде ата-аналарға педагогикалық қолдау көрсету орталықтары жұмыс істеуде. Ата-аналардың балаларының мектептегі өміріне қатысу 40%-дан 60%-ға дейін өсті. Оқуға құштар ұлт жобасына қосылған оқушылар саны 30%-дан асты. Мектеп кітапханаларының қоры биылғы жылы 1,3 миллион кітапқа артты. 1717 коворкинг орталықтары құрылды. 8 қосымша білім беру орталығы, 3 балалар сауықтыру орталығы, ауылдық мектептерді 779 комьюнити орталықтар ашылды. 190 қосымша білім беру үйімі жаңартылды. Білім беру инфрақұрылымын жақсартуға ерекше көңіл бөлініп келеді. Биыл 200 мыңнан астам оқушы орны қолданысқа берілді. Алғашқы жайлы мектептер ашылуда, оның 44%-ы ауылдық жерлерде орналасқан. Сонымен қатар 280 мектеп күрделі жөндеуден өтті. 842 мектепке 1395 заманауи пән кабинеттері сатып алынды. 1000 ауыл мектебін жаңғырту 7 бағыт бойынша жүргізілді. Су тасқынынан зардап шеккен 25 нысан қалпына келтірілді. 10 мыңнан астам білім беру ұйымдарының қауіпсіздік жүйелері жаңартылды.
Биылғы жылдың қыркүйек айынан бастап әлеуметтік жағынан осал отбасылардан шыққан 1,7 миллион мектеп оқушысы ыстық тамақпен қамтылды. Денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп балалардың тамақтану нормалары қайта қаралып, жаңа стандартты әзірленді. 2024 жылдың қорытындысы бойынша мектептерде интернет жылдамдығы 19%-дан 90%-ға дейін ұлғайтылды. Қазақстандық мектептердегі жоғары сапалы интернет көрсеткіші 3 есеге өсті. Сондай-ақ мектеп оқулықтары 100% цифрлық форматқа көшіріліп, 11 платформада қолжетімді болды. егов мобайл мобильді қосымшасында жаңа білім қызметі іске қосылды. Онда негізгі және жалпы орта білім туралы цифрлық аттестат қолжетімді. Электронды үкіметтің егов kz веб-порталында мектептердің бірінші сынып оқушыларын және колледж студенттерін қабылдау жүйесі автоматтандырылды. Педагогтерді жұмысқа қабылдау модулі әзірленді. Астана қаласында және Маңғыстау, Ақмола, Батыс Қазақстан облыстарында тиісті санаттағы балаларды тегін тамақтандыру бойынша әлеуметтік әмиян пилоттық жобасы жүзеге асырылуда.